Қазақ руханиятына өшпес із қалдырған қазақ әдебиетінің классигі, жазушы Бердібек Соқпақбаевтың туғанына биыл 100 жыл. Бердібек Соқпақбаевтың 100 жылдығы ЮНЕСКО көлемінде аталып өтпек. Осыған байланысты Алматы облыстық орталық әмбебап кітапханасы мен Алматы облысының кітапханалары Бердібек Соқпақбаев туралы көптеген іс-шаралар өткізіп, белсенділік танытуда. Әкемді алсаң алғыдай, шешемді ғой, шекпен тігіп берсе де өлмеймін ғой деген бала Бердібек бұған асыға атпастан жетімдіктің кермек дәмін татты. Болашақ жазушының балалық шағы бақытқа емес, қиындық пен жетімдікке толы болды. Мен өзім Нарынқол ауданынан болғандықтан Бердібек Соқпақбаев туралы естігенде елең етіп қана қоймай, шығармаларын жата-жастана оқып жүріп, жаттап алғанмын. Алматы облыстық орталық әмбебап кітапханасына жұмысқа кірген кезден бері келген оқырмандарға, әсіресе жас оқырмандарға Бердібек Соқпақбаевтың кітабын таныстырудан жалықпадым. Оқырманның қызығушылығын оятып, Бердібекті жақыннан тани түсулеріне атсалыстым. Ең алғаш менің атым Қожа фильмін 10 жасымда көріп, ерекше әсерлендім. Қатты ұнаған соншалық сол сәттен бастап Бердібек Соқпақбаевтың кітаптарын іздеп оқи бастадым. Аязжан, балалық шаққа саяхат, менің атым Қожа шығармаларынан бастап, өлгендер қайтып келмейді повесіне дейінгі барлығын оқып шықтым. Халықаралық кітаптар күнінде оқуға құштар оқырман жобасы аясында Бердібек Соқпақбаевтың шығармаларынан оқушылар арасында викториналық сұрақ-жауап ойынын ұйымдастырып, Бердібектің шығармаларынан жасырылған сұрақтарға дұрыс жауап берген оқырмандарды кітаптармен марапаттадық. Биыл қазақ әдебиетінің классигі Бердібек Соқпақбаевтың 100 жылдығы ЮНЕСКО көлемінде аталып өтпекші. Осыған орай қаңтар айында Қонаев қаласында кездесу кеші өткен болатын. Жазушының қызы Самал Соқпақбаева қатысқан болатын. Алматы облыстық орталық әмбебап кітапханасы Бердібек Соқпақбаевтың кітаптарынан көрме жасап таныстырды. Кітапханамызда ай сайын Бердібектің шығармаларынан Zoom платформасы арқылы аудандық кітапханалар арасынан тез оқуды үйреніңіз байқау ұйымдастырылып келеді. Сондай-ақ аудандық кітапханалар Бердібек Соқпақбаевтың 100 жылдығына көптеген іс-шаралар өткізіп, белсенділік танытып жатыр. Осы күнге дейін 121 іс-шара өткізді. Қаламның құдіретіне сүйеніп, ақ қағазға жан бітіріп, шығарма кейіпкерлері арқылы оқып отырған оқырманның көкейіне ой салып қана қоймай, көзіне еріксіз жас келтіретіні де жазушының шынайылығы деуге болады. Бердібек Соқпақбаевтың шығармалары ұрпақтан ұрпаққа жалғасатын, балалар ғана емес, әлем сүйіп оқитын жазушыға айналатыны анық. Оқырманның қолынан түспейтін Бердібектің шығармалары мәңгі жасай беретіні сөзсіз. Назарларыңызға рахмет.